Бұл видео мына нәрселер жайлы болмақшы: көліктер, телефон, шамдар және оларды нашарлатқан басты конспирология. Мен номері 6-шы Ливермор өрт сөндіру бекеті жанында тұрмын. Дәл осы жерде әлем бойынша ең ұзақ сөнбеген шам орналасқан. Ол 1901 жылдан бері жанып тұр. Яғни тура 120 жыл болған. Ол міне тұр. Шамға тіпті электр ажыратқышы да жалғанбаған. Алайда өзінің батареясы мен генераторы бар. Ендеше басты сұрақ: қалайша бұл шам соншалықты ұзақ жанып тұр? Бұл коммерциялық шамдар алғаш рет ойлап табылған уақытта қолдан істелінген. Соның өзінде кез келген заманауи шамдардан әлдеқашан басы бұзып, миллион сағаттан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Менің досым маған бір оқиға айтып берген болатын. Оның айтуынша, адамдар әлдеқашан мәңгілікке созылатын шамды ойлап тапқан. Бірақ олар оны ешқашан сатылымға қоймаған. Өйткені мәңгілік шаммен ұтымды бизнес құрмайсың. Себебі шам сатып алатын тұтынушылар қайталанбайды. Уақыт өте келе сізде шам сататын жаңа тұтынушы қалмайды. Мен бұны естігеннен кейін күлдім. Егер сіз мәңгілік шамын ойлап тапқан болсаңыз, онда барлығы сіздің ғана шамыңызды сатып алатын еді, және сіз бағасын жоғарылатып, өте көп табысқа кенелетін едіңіз. Тіпті егер сұраныс бір күнді тоқтайтын болса да. Мен жай ғана бізде әлдеқашан жақсырақ шамдар болғанын және кейін оны өзіміз әдейі нашарлатқанымызды елестете алмадым. Бірақ кейін анықталғандай, мен қателесіппін. Өміршең электр жарығын ойлап табу қиынға соқты. Өзіңіз ойлап көріңізші. Бұл әдеттегі шамның конструкциясы, ол тек материалдан электр тоғының өтуі арқылы заттың соншалықты қызуынан пайда болған жарықты қамтиды. Электр энергиясының тек 5%-дан кемі ғана жарық ретінде шықса, қалған 95%-ы жылу түрінде шығады. Ендеше бұлар жанама өнім ретінде кішкене жарық шығаратын жылу шамдары ғана. Ішіндегі металл талшығының температурасы 2800 кельвинге дейін жетеді. Бұл дегеніміз, ол күннің беті секілді ыстық. Мұндай температурада көп материалдар балқиды, ал балқымағандары жанады. Дәл осы себепті Уоррен де ла Ру 1840 жылы металл талшығын оттегіден алшақ сақтау үшін вакуумдалған шамға қою идеясымен келген болатын. 1879 жылға қарай Томас Эдисон 14 сағатқа созылған мақта талшығынан жасалған шам жасады. Өзге өнертапқыштар платина талшығынан және басқа да көміртекті материалдардан жасалған шамдарды жасады. Және осылай бірте-бірте шамдардың қызмет ету мерзімі өсті. Талшықтар көміртектен балқу температурасы әлде қайта жоғары вольфрамға ауысты. 1920 жылдардың басында шамдардың орташа қызмет ету уақыты 2000 сағатқа жақындаса, кейбіреулері 2500 сағатты құрады. Бірақ осы кезде шамдардың қызмет ету мерзімі өсуі тоқтатылып, қысқара бастаған еді. 1924 жылы Швейцарияның Женева қаласында әлемдегі жетекші лампалар өндірушілері Philips, International General Electric, Tokyo Electric, Германиядан Osram және Ұлыбританияның Associated Electric компанияларының жоғарғы басшыларының құпия кездесуі өтті. Олар гректің жарық құдайы Фебус құрметіне қойылған Феб картелін құрды. Бұл компаниялардың барлығы электр шамдарының әлемдік жеткізілімін бақылау арқылы бір-біріне көмектесу үшін бірлесіп жұмыс жасауға келісті. Электр өнеркәсібінің алғашқы күндерінде сан алуан шағын шамдар өндірушілері болғанымен, уақыт өте келе олар әлемнің белгілі бір бөлігінде монополия құрған ірі компанияларға біріктірілді. Олар үшін ең үлкен қауіп ұзақ уақытқа созылған шамдар болатын. Мысалы, 1923 жылы Osram 63 миллион шамдарды сатса, келесі жылы олар тек 28 миллион сата алды. Шамдар тым ұзақ қызмет ету арқылы сатылым кемітті. Сонымен, картелдегі барлық компаниялар лампалардың қызмет ету мерзімін 1000 сағатқа дейін қысқартуға келісті. Бұл орташа көрсеткішті 2 есе қысқартады. Бірақ әр жеке компания басқа компаниялардың ережелерді сақтайтынына көздері қалай жетеді. Қалай болғанда да әр компания өз өнімдерін жақсарту арқылы басқалардан көп өнім сатуды көздемейді ме? 1000 сағаттық шектеудің орындалуын қадағалау үшін әр өндіруші өз фабрикаларынан шамдарды тексеріске жіберуі керек болды, және олар осы секілді үлкен сынақ стендтерінде бағаланды. Егер шам 1000 сағаттан астам уақытқа созылған болса, онда компанияға айыппұл салынды. Егер шам 3000 сағаттан астам уақытқа созылған болса, онда әрбір 1000 шамға айыппұл 200 швейцариялық франк болды. Және мынау айыппұлдардың компанияларға берілгені туралы жазбалары. Бірақ ең алдымен қалай шамдарды нашарлатуға болады?
Бұрын жарамдық мерзімін ұзартумен айналысқан инженерлер енді оны қысқартудың жолдарын іздеуге мәжбүр болды. Сондықтан олар әртүрлі материалдарды, әртүрлі талшықтарды және жұқа қосындыларды сынап көрді. Картель құрылғаннан бері электр шамдарының қызмет ету мерзімі біртіндеп қысқарды. 1934 жылға қарай орташа өмір сүру ұзақтығы небәрі 1205 сағатты құрады. Өздері жоспарлағандай 1926 жылдан кейінгі 4 жыл ішінде картель мүшелері үшін сатылым 25%-ға өсті. Ал құрамдас бөліктердің бағасы төмендегеніне қарамастан, картель бағаны іс жүзінде өзгеріссіз қалдырды. Яғни осылайша пайданы арттырып отырды деген сөз. Ал тұтынушылар шам шығаратын компаниялардың өз өнімдерін нашарлату үшін біріккенін білді ме? Жоқ, себебі Фебус картель өздерінің мақсатын шамдарды стандарттау мен тиімділігін арттырумен байланыстырған болатын. Мысалға, олар мына бранданы үлгі ретінде орнатты. Сіз қазір мұны әлемнің барлық шамдарынан таба аласыз. Бірақ барлық дәлелдер картельдердің тұтынушылардың жақсылығы үшін емес, керісінше өздерінің пайдасы мен сатылымының ұлғаюы үшін күрескендігін көрсетті. Ал бұл шамның осыншама ұзақ қызмет етуінің бір себебі оның картель дәуірінен бұрын жасалғаны. Тағы бір себебі шамның әрқашан тек 4 немесе 5 ватт сияқты төмен қуатта жұмыс істеуі. Шам өрт сөндірушілердің кездейсоқ нәрселерге соғылмауын қадағалайтын жеткілікті жарықпен қамтамасыз ету үшін жұмыс істеді. Және оның әрқашан қосылып тұрғандығы талшық пен басқа компоненттердің жылулық қозғалысын төмендетіп, термиялық кеңею мен қысылудан туындаған кернеуді шектеді. Фебус картелі бастапқыда кем дегенде 1955 жылға дейін созылады деп жоспарланды, бірақ ол 1930 жылдан кейін ыдырап кетті. Сыртқы бәсекелестіктер және кейбір картель мүшелердің талаптарды орындамауы оларға қиын жағдайлар туындатты. Ал кейіннен Екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы картель тағдырының тіптен нүктесін қойды. Алайда оның әдістері әлі күнге дейін сақталуда. Өнімдерінің қызмет ету мерзімін әдейі қысқартқан көптеген компаниялар бар, және қазірде бұл жоспарланған ескіру деп аталады.